Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі оңай және тез дайындалатын тефтели қосылған сорпаның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бір кішілеу пиязымызды өте жұқалап турап аламыз. Сосын бір үлкендеу сәбізімізді турап аламыз. Мен әсемдік үшін рифленый пышақты қолдандым. Ондай пышақ болмаса, кәдімгі пышақпен турасаңыз да болады. Ірілеу соломка етіп турадым. Егер сіз майда болған қаласаңыз, майда етіп турасаңыз да болады. 10 шақты картобымды да осылай рифленый пышақпен жай ғана екіге бөліп турап алдым. Ірі болған қаламасаңыз, майда етіп турасаңыз да болады. Ал енді қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып, оны қыздырамыз. Сосын пиязымызды салып, 1-2 минут қуырып аламыз. Оның үстіне сәбізімізді салып, оны да бірнеше минут қуырып аламыз. Сосын бір ас қасықтай томат пастасын қосамыз да, жақсылап қуырып аламыз. Егер томат пастасын қоспасаңыз, жай ғана қызанақ қоссаңыз да болады. Үстіне картобымызды саламыз. Оны да жақсылап қызартып қуырып аламыз. Сосын оның үстіне 1,5 литрдей мұздай суымызды құйып, қақпағын жауып, қайнағанға дейін жеткіземіз. Сорпамыз қайнаған соң, оның астындағы отын бәсеңдетіп, қақпағын осылай кішкене ғана ашық етіп қалдырып қоямыз. Сол уақыт аралығында біз тефтеліміз дайындаймыз, яғни ол үшін фаршқа майда етіп туралған пияз және таза етіп жуылған күрішімізді салып, дәміне қарай тұз, бұрышымызды қосамыз. Сосын бір жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз да, оның тек жартысын ғана қосамыз. Сосын қолымызбен жақсылап оны араластырамыз да, видеода көргеніңіздей ұрғылаймыз. Бұл процесс өте маңызды, яғни қайнап тұрған суға сіздің тефтеліңіз салған кезде, ол ажырап бөлініп кетпеу үшін қажет процесс. Енді қолымызды сулап аламыз. Қолымызды сулағаннан кейін біздің фаршымыз қолға жабыспайтын болады. Қалаған көлемде жасай бересіз. Мен үлкендеу етіп жасадым. Яғни қолымызға фаршты алып, осылай домалақтаймыз да формасын келтіреміз. Барлық, яғни фарштан тефтелілерімізді дайындап, осылай домалақтап қойып аламыз. Енді сорпамыздың астындағы отын күшейтіп, оған барлық тефтелімізді салып шығамыз. Кішкене араластырып аламыз. Оның да қақпағын жауып, қайнағанға дейін жеткіземіз. Сосын астындағы отын бәсеңдетіп, қақпағын кішкене ашық қалдырып, 15 минуттай қайнатып пісіреміз. Сосын лавр жапырағын қосамыз да, тағы да 10 минуттай қайнатамыз. Мінекей тамағымыз дайын. Тұз, бұрышын барлығын дәміне қарай туралап аласыз және өз қалауыңызша осылай ас көксепсеңіз болады. Кейіннен араластырып, ұсына бересіз. Өте дәмді болып шығады және дайындалуы да оңай, уақытты да көп алмайтын сорпалардың бірі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Үй-іштеріңіздің барлық мүшесіне ұнайтынына сенімдімін. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда шығатын рецепттерді жіберу үшін колокольчикке басыңыздар.